Ассалаумағалейкум қазақ елі. Ютубта мынандай бір видео бар, бізге аралас мектеп керек пе деген. Осы видеоны көрсеңіздер, мына үш келіншек отыр Астанада. Неге орыс классын ашпайсыздар, орыс сынып неге жоқ деп бір жиналыста дау шығарып отыр екен. Оған парламент мәжілісінің депутаттары қатысыпты, сол мектептің директорлары, қоғам белсенділері қатысқан екен. Ең қызықтысы бұл жерде бұл келіншектердің төртеуінің де ұлты қазақ. Мына журналист ағамыз бұл келіншектердің руын сұрайды. Біреу Қыпшақ, біреу Арғын, біреу Уақ деген сияқты. Мәселе олардың руында да емес қой. Мәселе өзіміздің қарагөз қазақтарымыз неге біздің балаларымызды орысша оқытпайсыңдар деген претензиямен отырғандарының өзі бір парадокс қой. Біздің мемлекеттің 30 жылда жеткен жетістігіміз осы міне. Мына келіншектердің жастары ары кетсе бір 30 бен 40-тың арасында келіншектер. Тәуелсіздік кезінде білім алған Қазақстанның азаматтары осындай саясатты ұстанып отырса, мен білмеймін, біздің болашағымыз бұлыңғыр сияқты. Балаларын қазақ тілінде оқытқысы келмейтін адамдар, білмеймін, оларда патриотизм бар ма екен. Ресей тілі, орыс тілі бізге шет тілі сияқты болу керек қой. Шет тілі ғой негізі, шетел ғой бізге Ресей қазір. Біз өзімізше тәуелсіз егеменді елміз ғой. Дұрыс емес пе? Конституция бойынша солай ғой. Осы бір бейнені көріңіздер. Көкей тесті деген арнада бізге аралас мектеп керек пе деп аталады. Көріп жағаларыңызды ұстайсыздар, ағайындар. Міне 30 жылдағы біздің жеткен жетістігіміз осы. Енді жаңа Қазақстанды осындай азаматтармен құра аламыз ба? Мәселе сода болып тұр ғой.